Барлықтарыңызға сәлем достар. Сіздермен бірге біз бүгін сүзбелі ірімшік қосылған балды бөлкелер дайындайтын боламыз. Бұл бөлкелер өте дәмді және жұп-жұмсақ болып шығады, сондықтан міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Бұл бөлкелерді дайындау оп-оңай. Ол үшін ең алдымен таза құрғақ ыдысымызға жылы сүтімізді құйып аламыз. Сүт міндетті түрде жылы болуы қажет. Жылы сүтімізге бірінші ашытқымызды, екінші балымызды салып, бір келкі болғанша жақсылап араластырып шығамыз. Араластырып болғаннан кейін бетін жауып 10-15 минутқа жылы жерге қалдырып қоямыз. 15 минут өтті. Менде осындай масса жақсы көтерілді. Сіздерде де міндетті түрде көтерілуі қажет. Егер бұлай көтерілмесе, демек сіздердің ашытқыларыңыз жарамсыз деген сөз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін, осылай үстіне сұйық күнбағыс майын қосып, тағы да бір рет жақсылап араластырып, ұн қосуды бастаймыз. Ұнымызды видеода көрсетілгендей аз-аздан салып отырамыз, барлығын бірден салмаймыз. Осылай жасасаңыздар, араластыруға өздеріңізге де ыңғайлы болады. Түйіршіктер қалып қоймайды. Және осылай жарты-жартыдан салып отырсаңыздар, қамырларыңыз жақсы көтеріледі. Осылай ұнымызды салып отырып, біз жұп-жұмсақ етіп, қамыр илейтін боламыз. Қамыр видеодағыдай жұп-жұмсақ, қолға жабысатындай болып шығуы қажет. Енді жұмыс жасайтын үстелімізді бір ас қасық сұйық маймен майлаймыз. Осы майланған үстелімізге қамырымызды 7-8 минуттай илейтін боламыз. Егер қолдарыңызға қамыр жабысып, жұмыс жасауға кедергі жасап жатса, онда қолыңызды сұйық маймен майлап алып илесеңіздер болады. Міне, мен 7 минут бойы осылай қамырымды илеп шықтым. Бізде осындай жұп-жұмсақ қамыр шығуы қажет. Енді жаңағы қамырдың ыдысын жақсылап майлап шығамыз. Дайын болған иленген қамырымызды ішіне салып, бетін жауып, 1-1,5 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Бір жарым сағат өтті. Менің қамырым осылай керемет көтерілді. Енді бұл қамырмен жұмыс жасауға болады. Қамырымды осылай ұзын етіп кесуге дайындап алдым. Бұндай қамырдан бізде 14 бөлік шығу керек. Қамырларыңызды осылай видеода көрсетілгендей етіп, бір келкі етіп, 14 бөлікке бөліп шығамыз. Қамырларымның көлеміне сенімді болу үшін, мен осылай салмағын өлшеп алдым. Әр бөлкенің салмағы 50 грамдай болып шықты. Әрине 3-4 грамм ол ешқандай рөл атқармайды. Міне осылай әр бөлкенің салмағын өлшеп, 14 бөлке шығардым. Енді бетін жауып, крем дайындауға көшетін боламыз. Яғни салмасын. Салмаға мен сүзбелі ірімшік және қант қолдандым. 2 ингредиентті жақсылап, бір келкі болғанша араластырып шықтым. Міне осындай крем шығуы қажет. Енді жаңағы қамыр бөлігін алып, оқтаудың көмегінсіз, осылай қолмен домалақ форма шыққанша осылай жайып шығатын боламыз. Пышақтың көмегімен 4 жерінен кесетін боламыз, видеода көрсетілгендей. Және ортасына жаңағы сүзбелі ірімшіктен жасалған салмамызды саламыз. Салмасын көп салмаймыз, видеода көрсетілгендей етіп, аз ғана бөлігін саламыз.
Енді осылайша төрт жағын бір-біріне біріктіріп, әп-әдемі гүл секілді бөлке дайындайтын боламыз. Міне, біздің бірінші гүл тәріздес бөлкеміз дайын, өте әдемі болып шығады. Енді осы бөлкемізді сары маймен майланған табамызға салып қоямыз. Осылай бірінші бір бөлігін саламыз, қалған бөлкелерімізді жан-жағына салып қоямыз. Міне, осындай бөлкелермен де дайын болды. Енді бұл бөлкелердің үстін жұмыртқаның сарысымен немесе жұмыртқаның сарысына мен секілді сүт қосып араластырып жағып шығамыз да 200 градуста қызып тұрған пешімізге 30-40 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей, менде осындай керемет бөлкелер дайын болды. Достар, міндетті түрде бұл бөлкелерді менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Егер видео ұнаса, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Және маған міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта әлі бұндай көп видео шығады.